Есенбісіз қымбатты көрермен, эфирде қоғамдағы әйелдердің орнын айқындайтын жауһар бағдарламасы. Бүгінгі қонағымыз Әшірәлі Кенжеев атындағы Келес аудандық мәдениет үйінің балалар бөлімінің меңгерушісі, термеші, дәстүрлі әнші Сұлтанова Гүлайна ханым. Гүлайна Сұлтанова, Әшірәлі Кенжеев атындағы Келес аудандық мәдениет үйінің тәжірибелі қызметкері, ұлттық өнердің жанашыры, 36 жылға жуық уақыт бойы сахна төрінде өнерімен көрерменнің ықыласына бөленіп келе жатқан термеші әрі дәстүрлі әнші. Ол саналы ғұмырын қазақтың төл өнерін дәріптеуге арнап, ұлттық құндылықтарымызды, салт дәстүріміз бен әдет-ғұрпымызды кеңінен насихаттап келеді. Өзінің сырлы үні мен тағылымды термелері арқылы жас ұрпақтың бойына елдік рухты, ұлттық тәрбие мен ата-баба мұрасын сіңіруге сүбелі үлес қосып жүрген өнер иесі. Сәлеметсіз бе? Қайырлы күн. Гүлайна ханым, бағдарламамызды өзіңізге шолу жасаудан бастасақ. Біз танитын Гүлайна ханым термеші, дәстүрлі әнші, актриса, ал балауса балғын кездегі қыз Гүлайна қандай болды? Жалпы мәдениет саласына, өнер саласына қалай келдіңіз? Дұрыс айтасың, Әйгерім. Өмірдегі өнердің өзі бір керемет ғажап дүние ғой. Бұл балалық кезімде өте кішкентай өнерді жақсы көретін адам бір едім. Әкем бұл өнерді жақсы көретін. Сол кезде әкем айтатын: ой, менің қызым сондай ақын болады, менің қызым жыршы болады, өнердің бағытында жүреді, өнерді сүйеді деп әкем сөйтіп айтатын еді. Әкем өнердің өте жақсы көретін жан еді. Әкем марқұм сондай өнерді қадірлейтін қастерлі адам еді. Жатқан жері жайлы болсын, топырағы торқа болсын. Сол енді әкемнің арқасында сол бала кезден, сол кішкентай кезімізде ауылдың адам, ауылда өстім, қырда аунап, Қызылқұмда аунап өстім. Ауылдың жері қызыл екен, ол жақта енді бізде тапшы ғана ауыл болған екен, ол жерде бір 10 шақты үйде ғана телевизор болады, теледидар. Сол теледидарды әрқайсымыз сол атамның үйіне барып көрейікші, барып тамашалайықшы дегені. Жаңағы кешкі сағат 6-та басталады, одан түнге қарай 12-де жаңағы светіміз өшіп қалады. Сөйтеді, сол кездерде жас шағымыз өтті ғой, балалық кезіміз, балғын шағымыз, өнерді қастерлеген екен. Сол кезде аталарымыздың Досқан Жолжақсынов ағамыздың, Мақпал Жүнісов апаларымыздың әндерін тыңдап өстік. Сол теледидардан айтатын еді, жаңа әдемі әндерін құлақ құрышына қандырып тыңдайтын едік, ән айтатын еді. Солармен бірге қосылып, теледидардан қосып, мен де осындай қандай керемет, осындай ән айтсам екен деген сондай арман, мақсат болды. Бірақ Аллаға шүкір, сол мақсаттың арқасында, арманның арқасында, әке анамның арқасында осындай өнер жолын таптым. Алғаш өнерге деген қызығушылығыңызды, дауысыңызды кім байқады? Ол кезде баламыз ғой, бәріміз далада ойнап жүрміз. Айқайлап, менен кейінгі інілерім бар, ағам бар. Ағам да домбыра тартатын, менен кейінгі інім де домбыра тартатын. Сол кезде айтатын, өзіміз сыртта жүріп өлең айтамыз. Ол кезде енді кішкене әжеміз айтатын еді: күміс құман-ай, ота тұрған-ай, айналайын көзімнен ашып жұмған-ай деген кезде. Ол бізде әжем айтатын еді, той томалақта да сол әндер айтылатын еді ғой. 6 ауыз, 12 ауыз дейміз ғой. Сол кездегі әндерді айтатын еді. Сол кезде әкем қарап тұрып, анам қарап тұрып: әй, мынау менің қызым ақын болады, әнші болады деп қоятын еді. Сол кездегі кездеріміз ғой. Енді жаңа әкем содан айтқан ғой, жаңа менің қызым өнер адам болады, басқа саланы таңдамау, өнер адам болсын, ақын болсын, жыршы болсын деген. Сол ниет қалыс, әйтеуір арман ниет қалыс, әкемнің арманы орындалды деп ойлаймын. Негізгі мамандығыңыз? Негізгі мамандығым енді мен өзім негізі әкем айтатын, мен өнер саласына түспей-ақ қосылайын әке, мен осындай жаңа әскери қызметкер болайыншы деген басында. Әскери қызметкер? Әскери қызметкер болайыншы. Сол әскери қызметкер өте жақсы көретін едім. Бірақ әкем айтты: ол қыз баланың тірлігі емес, одан да сен мен айтқан тілімді ал, осы өнердің саласына өт деді. Әкемнің өзі 10 класс бітіргеннен кейін әкемнің өзі апарды, Жетісай мәдени ағарту училищесіне апарды. Сол жерде осы өнердің саласын бітірдім. Кейін сол өнердің тұрмысқа шыққан кейін өнердің әрмен қарай тағы жалғастырдым. Шымкенттегі Әл-Фараби университетіне түстім. Сол жерден жалғастырдым. Алғашқы еңбек жолыңыз? Алғашқы еңбек жолым
88 жылы осы жерге осы аудандық мәдениет Келес аудан мәдениет үйінде практикантка болып келдім. Содан практикантка болып келдім да осы саладан келіп осы жерде тұрмысқа шығып осы жерден қалып қойдым. Сол 90 жылдардан бері осы салада, өнердің саласында, осы өнердің суын ішіп жүрмін қазір. Неге дәстүрлі ән өнері? Енді дәстүрлі болғанда мен өзім анам айтатын ән айтатын еді да, әжем де жақсы көреді, анамның аналары да жақсы көретін еді. Дәстүрлі әнді домбырамен айқайлап халықтың жүрегінен шыққан әндерді орындаса, біздің дәстүрімізді дәріптегеніміз дейтін еді. Халықтың жүрегінен шыққан, халықтың аузынан шыққан әнді айтқан, ол халықпен бірге өмір сүреді дейтін еді. Сол сияқты халықтың әнін айтқанды ұнаттым. Кейіннен келе ақын жырлардың термелерін жаттауды үйрендім. Сол бала кезден сондай қызығушылық болды ғой. Домбыраны кім үйретті? Домбыраны енді өздігімнен үйрендім. Домбыра, жаңа әкем айтып жатырмыз, бізде ауылда 10 шақты үйде ғана теледидар болады. Содан кейін сол атамыз, үлкен атамыздың үйіне барып көреш дейміз. Кейін бір күні әкем мені қызыққанымды білді ма, содан үйге теледидар алып кетті. Кішкентай ғана теледидар, ол кезде мынандай кішкентай экран, мынандай кішкентай кітаптың, үлкен кітаптың бойындай ғана теледидар. Соның бәріміз жұмыла, біздің көрші ағаларымызда келіп көретін еді. Бәріміз 5-6 біздің үйге жүгіріп келіп бәрі көретін еді. Ол кезде біздің кезіміздегі әдемі еді да. Сол кезде ауылда мындай күнара автолавка келеді. Біздің ауыл ол кезде Шыназ Өзбекстанға қарайтын еді. Шыназ ауданына қарайтын еді. Кейін 95 жылдары кейін Сарыағаш ауданына өтіп кетті. Кейіннен оған дейін біз Шыназ ауданына қарасты, ол Ташкент облысы. Сол кезде Ташкенттен келеді, күнара автолавка келетін еді. Сол кезде домбыра сататын еді, түрлі заттар, ысқырықтар дегендей, осындай әдемі аспаптар сататын еді. Сол кезде әкем домбырашы болсын деп домбыраны әкеп берген. Қолдау бірінші әкеңізден болған? Қолдау әкемнен болған. Сол ата-анамнан болған қолдау менің. Содан міне сол дәстүрлі ән, соны домбыраны тартам. Басында тарта алмаймын ғой, басында негізі келген кезінде басында дыңғырлатып қоямын, домбыра ол кезден бірінші ұстап отырмыз ғой. Иә, мен нота білмеймін, нота білген жоқпын. Бала кезден бізде ондай нота деген нәрсе болмады. Біздің кезімізде жаңағы кітаптарымыздың көбісі өзбекше тілде болды, өзбек тілде болды. Сол өзбек тілінде оқыдық кітаптарды. Содан кейін жаңағы домбыраны өзім айтып жатырмын, теледидардан тыңдағанымызды қағып алатын еді. Сол қаққан бойынша тартып алатын еді. Кейін оққа түскеннен кейін барып нотаны қандай екенін түсіндік қой. Мынандай нота екен, мынандай нота екенін түсін. Сол оққа түскеннен кейін барып сол нотаны түсіне бастадық. Өзіңізге нота үйреткен үлгі тұтатын ұстаздарыңыз туралы айтсаңыз? Енді сол Жетісайға түскен кезімде нотаның не екендігін білмейміз ғой. Нотаны үйреткен кезде сол домбыра саласында Әріпжан ағайым болды, мен ұстазым Әріпжан деген домбыра сабағын үйретті домбырадан. Сол Әріпжан аға үйретті маған, марқұм жатқан жер жайлы болсын ағайдың. Одан кейінгі оркестр саласында өзі Борисаев ағайым мен ұстазым, өте мықты ұстаз, сондай өнер майталманы, қазір республика көлемінде, бүкіл республика көлемінде жүрген ұстаз, біздің ұстазымыз, бір тұтамыз ұстазымызды. Сол ұстаздарымызға рахмет айтамын. Нәлібай ағайымызға, Дина апайымызға дирижерлық үйреткен, сондай мамандарды үйреткен. Мен бүкіл сол Жетісай мәдени ағарту училищесіндегі бүкіл ұстаздарыма рахметімді айтамын. Бас ием ұстаздарыма. Осы киелі сахнада жүргеніңізге 36 жылға жуықтап қалды, шәкірттеріңіз бар ма? Иә, осы өнердің саласында жүргеннен 36 жыл бір жігіттің өмір жасы. Бұл екінің біріне бұйыра бермейтін еңбек. Иә, шәкірттерім бар. Ал бірінші осы салада жүрген кезімде, ол кезде жастығымын. Жас кезімде сол қазір ол жігіттер Алматыда өнерде жұмыс жасайды. Берік деген жігіт бар. Бірінші менің шәкіртім ол. Ата-анасы келіп, осы балама менің Берік Серік деген баласын алып келді, 2 баласын. Сөйтеді, осы балам өнер домбыраға үйретші, ән айтсыншы, терме айтсыншы деді. Сол мен ол кезде жас едім. Сөйтіп сол бала келді, екеуі келген еді.
берігі үйренді, серік үйрене алмай қалды. Сөйтіп берік шәкіртім қазір сол салада жұмыс істейді, өнердің саласында термеші, аккордеон тартады, домбыра да тартады, өнердің қаймағы, өнердің суын ішіп жүрген бала. Одан кейінгі шәкірттерім қазір 9 шәкірт тәрбиелеп жатырмын. Ол шәкірттерімде қазір дәстүрлі ән айтады, терме үйреніп жатыр, дәстүрлі ән айтып жатыр. Ол шәкірттермен бірге байқауларға қатысып жатырмыз. Қазір жазғы демалыста қазір былай қарасам шәкірт тәрбиелеп жатқан ешқашан өкінбеймін. Шәкірттерім көбейсе екен деп, құдай қаласа шәкірттен ұстаз болыпты деп. Тағы бір шәкіртім бар, ол да сол Алматыда. Шәкіртім өте керемет әнші. Ол шәкіртім де өте тамаша. Ол да ән айтады. Алда сол қойып жатқан жаңағы шығармашылық кешімде шақырам деп жатырмын шәкірттерімді. Сол шәкірттерім өнерін тамашаласа деп жатырмын. Сол шәкірттерім аман болсын, өнері өрге жүрсін балалардың. Жаңағы сөзіңізден тыңдасақ, сіздер айтып жатырсыз ғой, өнерлі отбасыдан шықтық деп. Інілеріңіз, ағаларыңыз домбыра тартады деп. Әкеңіз де домбыра тартатын бе? Жоқ. Себебі төл өнерімізді төрге оздырып жүрген азаматшасыз, термеші. Негізінде мынандай болды ғой, Әйгерім. Әкем негізі өнерді жақсы көрген адам. Өйткені мен әкем актерлерді өте жақсы көретін, рөлде ойнайтын. Өйткені өзін жаңағы біз айтып жатырмыз ғой, Россияда, Москвада жүрді біраз. Мен әкем оқыды, студент болды. Сол кезде Людмила Зикина деген әнші бар ғой. Солармен бірге жүрген, Вячеслав Тихонов солармен бірге жаңағы жүрді. Солардың әндерін жақсы көретін еді. Өлең айтқандарын жақсы көретін еді. Сөйтіп соған өзінің әкемнің өзі сол өнер жаны өте жақын жан болды да. Бір күн ауылда осы жерден шығады ғой сондай бір әдемі дүниелер. Ауылда бізде ауылдық жер болғаннан той көп болады. Көкпар той береді, сүндет той береді, ұл той береді. Ауылда тойды далада. Той томалақтың несіндей барып көргенді ұнатады да. Сөйтіп ауылда көп той томалақтар болады, жаңағы көкпарлар болады. Сол кезден осы өзіміздің келестің бетке тұтар ақыны Қалдыбек атам бар. Республикалық ақындар айтысының иегері, республикалық байқаудың лауреаттары. Бұл атамыз жатқан жер жәннатта болсын. Сол атамызды өте жақсы көретін мен әкем. Сөйтіп сол әкем, атам келді деген кезде, мен өзі жас баламын, әлі кішкентаймын ғой, жас баламын. Бір 8-9 жасар ма сондаймын ғой. Сол кезде әкем айтты, ауылға Қалдыбек атам келіпті деді. Онда мен деді, қазан асып ет қой сойып шақырып, сол ана қызды бүкіл қыз берейін, сол атаға құсын ақын жыршы болсын деді ғой. Сонымен сол не керек, қазан асып жағып қой сойып, жілік қойып, жаңа атам шақыр деген, сондай ақын нелер жақсы көретін еді мен әкем. Сөйтіп сонымен мына қыз сүйек ұстады, мына қыз сіздің қызыңыз болсын, осы қыз өкіл қыз сізге бердім, сізге ұқсаған ақын болсын, тым болмағанда әшейін әнші болсын деді. Содан сол жерде тірі кезін көзін көрген адамдар ғой. Содан кейін барып жаңағы әкем қуанып үйге келіп, әр тойға келген кезде жаңа атама барады, осындай үлкен қыз болды, енді оқиын деп жатыр десе. Сонымен осы атаның үйінде келдім, біраз жүрдім, атаның үйінде болдым. Қыздарымен бірге жүрдім атамның. Аллаға шүкір, осы атамның да бір жағы әйтеуір бір құдіреті тиген шығар деп ойлаймын енді. Атамның мынадай жаңағы бұрамал домбырасы бар еді. Шетіп қоятын еді. Осындай бір қасиеттер бар еді. Сол қасиетте бір жағынан жаңағы кейде өзім өлең жазам, кейде жыр толғайтын толғауларым бар. Соларды да анда-санда толғап тұрамын. Бір жағы осы өнердің арқасында, осылай жүрген өнердің арқасында деп ойлаймын енді. Терме дәстүріне кім үйретті? Себебі екінің бірі термеге қарап. Терме дегеннің өзі бұл жаңа айтып жатырмыз ғой, нақыл сөз, елден шыққан ақын жазады, оны жаңа жеткізуші адам оны жеткізеді, термен теріп айтады, әрбір нәрсен жаңа нақыл сөзді нақылмен, сол әуенмен, сол дәстүрмен жеткізеді, халыққа жеткізуші, біз жеткізуші адамдарымыз. Сол сияқты жаңа айтып жатырмын, Қалдыбек ата жыр жырлаған кезде өзіміз қарап тұратын еді. Терме жанрына да, жыр жырлап жатқанда, ақында бұлардың бәрі әр жанрының өзі
өзінің несі бар, мәні бар да. Сол сияқты мен соған еліктеген шығармын дедім. Бір жағы Қалдыбек атама еліктеп, сол ақын болмасам да мен осындай жыршы болсам, термеші болсам деп сондай ниетпен, ниет қалыспен ұстаным болды, сондай бір әдемі. Қай мақамда жырлайсыз? Осы өзіміздің оңтүстік мақаммен, бізде Қайырназар Айтбен аталарымыздың термелерін жырлаймын. Молда Мұса атаның термелері, Майлықожа атамыздың термелері, өзіміздің термелер осы оңтүстік мақаммен жырлаймын өзіміздің. Жаңа бізде енді Түркістан облысында да жаңағы байқаулар болып жатыр. Сол байқауларға қатыстым. Қайырназар Айтбенов атындағы номинацияға ие болдым. Бұл жерде де сол Қайырназар Айтбенов атамыздың номинациясына ие болып, сол жүлделі орнын алдым. Аллаға шүкір. Бұған да осындай халық мені бағаласа, мен демек сол халықтың адамымын деген сөз ғой. Иә, жаңағы әкеңіздің айтқан сөзі келіп тұр ғой, халықтың адамы деп. Терме дәстүрінің қазіргі дамуы туралы не айта аласыз? Жалпы артта қалған жай бар негізі? Иә, терме дәстүрі қазір енді қолға алынып жатыр ғой. Кеше облыста да термелердің байқауы өтіп жатыр, республикалық байқаулар өтіп жатыр. Жан-жақтан да келіп жатыр біздің оңтүстік мақамдарын, басқа мақамдар, басқа елінде жаңағы сырдың мақамдарын да қосып айтып жатыр. Негізі терме батыс мақамы бар. Бәрінің мақамдары бар да. Бізде оңтүстік мақамдар. Біздің өзімізде кішкене енді сәл жете алмаймыз ғой, бірақ та соны біз жеткізуіміз керек. Біз соны жаңа халыққа жеткізуіміз керек та терменің. Біз қанша жастарға үйретсек, сол термені әрмен қарай сүйреп алып кететін сол жастар. Өйткені біз сол жастардың болашағын, біз мынаны үйреніңдер, мына нақылды айтыңдар, мына мақаммен айтсаңдар, мына нәрсе дүние жақсы жарқылдайды, мына термен айтсаңдар, мына терменмен әдемі шығады деген сияқты сондай бір әдемі сөзбен баланы соған тәрбиелеу керек. Батыс мақамына салып көрдіңіз бе? Өзіңіз былай тәжірибе ретінде. Былай неған жоқпын, бірақ толғау айттым, бірақ өзім мысалы жаңа толғауда толғайын деген сияқты сондай мақамдар, сондай мақам. Біз енді сол мақамды ұнады, маған сол мақам ұнады. Сол мақаммен жаңағы бізде осы жергілікті ақын жазушы Зағира Қыдырова Жүсіпқызы, Зағира қызымыздың жаңағы келесі толғау деген бар. Сол толғаумен қатыстым ғой мен термешілер байқауына жаңа. Сол кезде сол Қайырназар Айтбеновтың жаңа несін арнайы номинациясын алдым. Сол толғаумен, сол толғауды сол өзі 9 минуттық толғау. Тоқтамай айтасың сол толғауда. Сондай бір қанша шумақ сонда? Ол жерде қанша шумақ екен, бір 20-дан аса ма сондай толғау. Кәдімгі 9 минут тоқтамай айта бересің. Ай, толғауда толғайын. Бүкіл келесің өмірі жайлы, келестің осы табиғаты, келестің Мыңтөбесі, келестің Алқакөлі, келестің жері, келестің Ишан баба, жалпы Мыңтөбе, жалпы осы келестің қайсы тарихы, бүкіл тарихын жырлап шыққан сол келесте. Керемет. Біздің осының бәрін дәріптей берсек, алдағы жастарымыз да осын, ол негізі қазір нотаға түсті. Жаңа біздің түспеген жаңағы жырларымыз, термелеріміз, аталарымыз жазып өткен термелерді біз соны жаңғыртып жатырмыз да. Иә, ауыздан ауызға келген ғой. Ол ауызбен ауыз келген, өзің айтқандай, сөйткенде оны біз қазір жаңағы байқау өтіп, жаңғыртып, нотаға түсіп жатыр. Оны біздің Түркістан облысындағы Аязбек Рүстемов деген жігіт, сол жігіт бізді дәріптеп, сол нәрсеге дәріптеп, соның қазір үлкен кітап шықты. Соның ішінде осы 2 толғаумен терменің нотасымен түсірілген үлкен кітап шығарылды қазір. Қазақ фольклоры жұмыс істеп жатыр. Демек біздің жанданып жатыр деген сөз. Еңбек еш кетіп жатқан жоқ дейсіз ғой. Ұлттық құндылықтарымызды дәріптеп жүрген азаматшалардың бірісіз. Осы туралы айтсаңыз. Енді ұлттық құндылық деп жатырмыз ғой. Ұлттық құндылықтардың кез келген халықтың ғасырлар бойы қалыптасқан, осы оның тарихы, тамыры, жетістігі, осы жаңағы жиынтығы ғой. Бұл ұлттық құндылықтың өзі, бүйтіп қарасаң, біздің ана тіліміз, біздің тарихымыз, салт дәстүріміз, отбасымыз құндылығы, еңбек құндылығы, адам құндылығы, табиғат құндылығы, осының бәрі әдебиет пен этностар, мәдени бәрі осы біздің құндылыққа жатады ғой. Біз ана тілімізді білмесек, біз тілімізді білмесек, дінімізді білмесек, біз ешқашан құндылығымыз
жоғалып кетеді. Өйткені біздің ана тіліміз білмеуіміз бізге жат ол нәрсе. Жаңағы мәдениеттің салтымыз деп жатырмыз, салтымыз сақтап, дәстүріміз дәріптеп жүрген небір ағаларымыз бар қазір. Қаншама өзі жоқ дәстүріміздің өзін қазір жаңғыртып жатыр. Бізде дәстүрдің өзі қандай, ұмытыла бастаған дәстүрдің өзін қазір жаңғыртып жатыр. Мысалы баяғыда біз қазір бұл дәстүрді біз жаңғыртпағанда біз білмейтін едік. Бұрын ата бабаларымыз білетін еді, әжелеріміз уақытысында білетін еді, ал қазіргі кезде біз қазіргі жастар да біліп жатыр. Оның бәрін жаңағы жарыққа шығарып жатыр. Мынандай дәстүріміз бар бізде, мынандай дәстүріміз бар. Бүйтіп қарасаң, дәстүріміздің өзі бір құндылыққа жатады екен ғой. Мысалы қазір айтып жатырмын ғой, мысал ретінде мына біз шаншар деген дәстүр бар екен. Бүйтіп шаншып кетеді екен, жаңа босаға бүйтіп біз шаншар деген. Мысалы күйеудің қалтасын тінтір деген дәстүр бар екен. Мысалы біз бала кезіміз еміс есімізде ғой. Жаңа әпкеміз ұзатып жатқан кезде, ай күйеу баланың қалтасын тінтіңдер деп сол кезде айтатын еді. Сөйтсе жаңа балыздар таласып, жаңа қалтасын тінтіп, сөйтсе айна тарағын алып таласатын еді. Сол қазір қалта тінтір деген сол күйеудің салт дәстүр, осының бәрі біздің салт дәстүр. Қазіргі таңда бізге батыстан келген аяқ киім не істеу бар? Күйеу баланың аяқ киімін жаңағы жасырып қойда, сосын аяқ киім күйеу баланың аяқ киімі қайда екен деп сұрайды ғой сол кезде. Дәстүр деген негізі жақсы ғой. Бұл біздің қазақ халқында дәстүр болмаса, біз андай сол дәстүрмен өмір сүріп жатқан адамбыз. Дәстүрімізді дәріптемесек, біздің қараңғы халық боламыз да. Өйткені ана беташар дәстүрі деп жатырмыз. Беташар мысалы келін түсіріп жатқан кезде, келін әр үй қонаққа шақыра бермейді ғой. Келін болып түскен кезде беташарда бүкіл халық көрсін, ана ауыл аймағым көрсін, осы келінді таныстырып, жаңа сәлем салдырайын деп, сондай дәстүр. Осының бәрі құндылық бізде, ұлттық құндылығымыз жоғалмасын деп жатқандаймыз да бұл. Сонымен бірге жаңа айтып жатырмын, отбасы құндылығы, отбасылық құндылықта отбасы бір жаңа балаға тәрбие, бірінші ата-ана балаға тәрбие беру екен. Одан кейін ұстаз тәрбие береді. Одан кейін барып ортадағы адаммен араласады, ортадағы жора жолдастарына қарай өз тәрбие болады екен. Ал бірінші кезекте ата-ана балаға қалай тәрбие берсе, сол тәрбиемен ана ұлттың құндылығын жоғалтпайды екен. Ұлттық тәрбие берсе бойына сіңеді ғой. Сол сіңеді екен. Балам, сен үлкенді қадірле, сен үлкенге құрмет, кішіге ізет көрсеті. Осындай нәрсені біз айтып отырмыз керек екен. Әрбір құндылығымызды біз жоғалтпауымыз керек екен. Ана табиғатты таза ұстап алам. Сен анау көшеде кетіп жатырсың, біреу тастап кетсе, ағай бұныңыз не? Болмасам, аға бұныңыз не? Мынаны кішкене біз табиғатымызды қорғайық деген. Осының бәрі біздің ұлттық құндылығымызға жатады. Тәрбиенің жаңа білім, баланың білім алуына да ғылыми жаңағы зерттеуші адамдардың өзі айтады екен ғой, баланы білімге баулу керек, ғылымға баулу керек, тәрбиеге баулу керек. Осының бәрі біздің ұлттық құндылығымыздың жоғалтпау дәстүрі екен деген. Солай түсінігім солай болып жатыр қазір. Енді дәстүр дегеннің өзі жақсы ғой. Мен өзім дәстүрді қадірлеймін, ұлттығымызды қадірлеймін. Ешқашан тілімізді жоғалтпайық, дінімізді жоғалтпайық. Мына тәуелсіздік алып, қанша ата-бабаларымыз біздің дүниеден өтіп кетті, осы тәуелсіздікпен таласып өмір сүрді. Жаңағы найзамен жаңағы қылыштасып, осы тәуелсіздігімізді алайық деп қаншама бабаларымыз кетті дүниеден. Мен тәуелсіздік алып, біз өзіміз осындай әдемі дүниеде өмір сүріп жатырмыз қазіргі. Жаһандану дәуірінде осы ұлттық құндылықтарымыздан, ұлттық тәрбиемізден айырылып қалу мүмкіндігі қандай деп ойлайсыз? Батысқа еліктеу көп қой қазіргі таңда. Біздің қазір еліктеуіміз көп. Бірақ бұны еліктетпеу үшін біз мүмкін сол жаңа айтып жатырмыз ғой, тәрбиелік мән беруіміз керек деп жатырмыз ғой. Айта беруіміз керек, біз жаңа алға қойған мақсатты орындауымыз керек. Сен осыны алға мақсат қой, арман қой, сен арманмен өмір сүр, мақсатпен өмір сүр деп жаңа тәрбиелеп айта беруіміз керек, айта беруіміз. Сонда ғана біз жақсы жаһандану, жақсы құндылыққа ие боламыз деп ойлаймын мен. Негізі біздің ешқашан жастарымыз жамандыққа беттемесін, тек қана
жақсы нәрсені ойласын, жақсы нәрсемен өмір сүрсін, жақсы тәрбиені алсын, жақсы оқу, білім, ғылым үйренсін. Тәрбие тал бесіктен дейміз. Отбасыңызға тоқталсақ. Енді отбасымда 2 қыз, 1 ұлым бар. Алланың берген 3 немересі бар. Әже екенсіз ғой. Әжемін, 3 немерем бар, Аллаға шүкіршілік. Біріншіден жаңа айтарым, балам сен ұзақта жүрсең де, балам ұзақта, Астанада жүреді. Кішкентай қызым қазір 11 сыныпқа өтті. Одан үлкен қызым, ол өзінің отбасы жағдайымен, сол сияқтына қызым қазір 11 сыныпта, қызым айтам, балам айтам, қызым сен ұзақта жүрсең де, жырақта жүрсең де, ата-ананы ұмытпау керек. Бірінші неде ата-ана тұрады. Ата-анаңды тыңда, өмірді сүруді үйрен, саған ата-ана бақыт береді, сол бақытпен өмір сүр. Бірақ біз қазір заманда, қазіргі мынандай неде, қоғамда мен өзім білем дегендер естіп жатырмын. Мен өзім білем, мен өзім өмір сүруім керек. Сіздердің замандарыңыз мынандай, біздің заман мынандай дейді. Заман жайында тұр. Бірақ қазір адамдар өзгерген. Адамның мінез құлқы өзгерген деп айтам ба, или адамның өзі қазір неге сай өзгерген ба. Бірақ өмірде бірінші айтып жатырмын, тәрбие бірінші ата-анадан дейді. Эгоистік тәрбие басым. Сол сияқты балам айтам, балам сен жырақта жүрсең де, балам сен абайлап жүр, байқап жүр, әрбір басқан қадамыңа қарап жүр, басқан қадам нық болсын деймін. Сол сияқты қазір 11 сыныпта оқитын қызыма да айтамын, қызым екеуміз жаңа анашыммен не істесем болады, анашыммен былай жасасам бола ма, анашыммен осыны істесем бола ма деп сұрайды менен қызымда. Сен өзіңе қалай, дұрыс келеді ма, жоқ дұрыс келмейді ма? Бірінші сұрап аламыз, дұрыс келе ма, дұрыс бағдар бере алам ба, сен былай қалай болады деймін да. Соған қарай екеуміз шешім қабылдаймыз. Ал басқа енді жаңа өзі әрқайсы өзінің отбасымен, қазір 2 немере үйімде, немере бағып жатырмын. Сол немеремен айналысып, жұмыстан кейін сол немеремен жақсы өмір сүріп, бақытты ғұмыр кешіп жатырмыз. Қазақылықты бойына сіңіріп жатқан шығарсыз. Ол немерелерім де қазір айтады, әже, апа дейді. Мен өзім анам бар, анам бар, анам, Аллаға шүкіршілік, анам бар. Анам осы Абай ауылындағы әжелер алқасының мүшесі, әжелер алқасында өлең айтады, ән айтады. Анамның өзі ән айтады. Сол айтады, немерем айтады, мен әжеме барайыншы дейді десем. Әжеме, әже жаңа сөйлесеміз ғой. Әже мен сізге барам дейді. Әже не істеп жатыр десе, әжем на деп ән айтып жатыр дейді. Біз жақсы нәрсеге бауымыз керек. Бала дүниеге келген кезде, адам дүниеге келген кезде шырылдап дүниеге келеді екен. Біздің әдем тілімізбен шырылдап дүниеге келеміз, дүниеден өтеміз. Сол әуенмен дүниеден өтеміз да. Сол сияқтына баланың дүниеге келген кезде әжемен на деп өлең айтып жатыр дейді да. Соның өзі жаңа кішкентай балаға тәрбие да. Қазақ қоғамындағы әйелдің рөліне тоқталсаңыз, әйелдің тағдырын дәстүр шеше ме, әлде өзіндік таңдау болу керек па? Енді бұл өте қиын сұрақ екен. Әйел адам біріншіден мықты болу керек. Айтады ғой, жақсы, мықты жаңағы әйел адамның өзі мықты болса, өзін шешім қабылдаса, ол әрқашан өзінің жұмысын алға жетелей береді деген. Сол үшін бірінші өзіңе сен, сол өзіңе сенгендігіңнен сен жұмысыңды әрмен қарай жалғастырып кете аласың деген. Сол сияқты қоғамда өмір сүріп жатырмыз ғой, мына қоғамда, бұл біздің өзіміздің қоғамымызда, мысалға не айтамыз, мен бір жақсы нәрсені біреуге жеткізсем, жақсы нәрсені жұмыс жасасам, біреуге жақсы нәрсені үйретсем, соның өзі мен үшін бақыт дейді екен. Әрбір айтады ғой, балама бақыт тіледім деген сияқты. Мен де сол сияқты қоғамның ішінде
жақсы нәрсені үйретсем, жақсы нәрсені бағыт бағдар берсем, қоғамның ішінде өмір сүрсем, соның өзі бір пайдаңыз жақсы, тиеді. пайдасы тисе, Қоғамның бір нәрсеге пайдаң тисе, сен соның жұмысын, жемісін көрсең деген. Сол сияқты. бақытты анасыз ба? Бақытты әйелсіз бе? Әрине, бақытты әйелмін, бақытты анамын, бақытты апамын. Аллаға шүкіршілік. Жұмысым бар, қызметім бар, әріптестерім бар, ұжымдастарым бар. Міне өнердің арқасында сол өнердің суын ішіп жүріп, өнерімен өркендеп өмір сүріп жатқан әйелімін. Өнер менің өмірім деп жатырмын ғой жаңа. Сахнада әрбір ойнаған рөлімді, айтқан әнімді, орындаған өлеңдерімді, термелерімді, дәстүрлі әндерімді, жалпы менің айтқан өлеңдерімнің бәрі ол менің өмірім. Сол сахнада өмір бойы сахнамен өмір сүрсем де ешқашан өкінбеймін. Мен сол өнер үшін жаралған жанмын деп ойлаймын. Сахна менің өмірім. Ең басты сұрағым бар. Өнер мен отбасын алып жүру қаншалықты қиын әйел адамға? Бұл сұрағың өте әдемі сұрақ. Бұл өнер мен отбасы жарты өмірім осы өнердің саласында өтеді екен. Бүйтіп қарасам, азанда келемін, кешке бірақ қайтады екен да. Өмірімнің тең жартысы осы өнердің саласында, осы мәдениеттің саласында екен. Киелі сахнада өтіп жатыр. Киелі сахнада, сол киелі сахнада өмірімнің жартысы осы сахнада өтеді екен ғой. Отбасыммен бірге. Отбасыма да екеу тең ғой мен үшін. Бірге алып жүру өте қиын, бірақ өмірдің сол ағымымен өмір сүруім керек қой. Отбасымды да алып баруым керек, өнерімді де алып баруым керек. Өнер саласында жүрген қыз келіншектерге жалпы қиын деп айтады ғой себебі. Қиын. Өнер саласында әсіресе әйел адамға өте қиын. Айтады ғой, өнер жолы қиын жол дейді. Бұл жігіт адамға білінбейді, бірақ әйел затына, әйел жанына өте қиын. Бірақ сол қиыншылықты жеңе білген, жеңіп шығу батыр әйел ол. Өз перзенттеріңіз өнер саласында ма? Мен перзенттерім өнер саласын қуған жоқ, өнер саласына барған жоқ. Үлкен қызым медицина саласын таңдады, Аққалатты Абзалжан. Жаңағы одан кейінгі балам өзінің жаңа қазіргі таңда айтып жатырмыз ғой, жаңа көлікпен халықтың қызметінде ол да көлік жүргізеді. Одан кейін қызым, енді қазіргі қызым бәрі уақытысында, кішкентай кезінде, бала кезінде өнер, өлең айтты. Қызықты. Ән айтты, өзіммен бірге жүріп қызықты. Бірақ бетіп қарап, анашым, сіздің өміріңіз өте қиын екен деді маған. Өте қиын екен деп айтты да, бірақ басқа жаңа оқу бітіргенше сол саланы, өнердің саласын жақсы көріп келді, әнді жақсы көріп келді, домбыра тартып та келді. Соңында қазір енді бітіргеннен кейін айтты ғой, анашым, бұл өнер жолы өте қиын екен, мен басқа мамандықты таңдадым деді. Қазір 11 сыныпта оқитын қызым да басқа мамандықты таңдап отыр. Бірақ өнер жолында ешқандай перзентім болған жоқ. Мүмкін немерелерім таңдап қалатын шығар деп ойлаймын. Қазіргі немерелерім ән айтады, музыка болса билейді. Қазіргі жаңағы оларға кішкентай домбыра әкеп берем, гитарасы бар, домбырасы бар, пианинасы бар. Өздері ойнап жаңағы әнді ыңылдап айтады, билейді, ойнайды. Мүмкін сол немерелеріме бұйыратын шығар деп ойлаймын. Рахмет үлкен сұхбатыңызға. Көне жәдігерлерімізді, ұлттық құндылықтарымызды жаңғырта беріңіз. Бақытыңыз еселене берсін дегім келеді. 36 жыл толып отыр деп жатырсыз ғой. Өнеріңіз өрге жүзе берсін. Үлкен рахмет сұхбатыңызға. Рахмет Айгерім, саған да рахмет. Қымбатты көрермен, Жауһар бағдарламасы өз мәресіне жетті. Келесі кездескенше аман болыңыздар.